место остальные. Но квартира, ол эшикте именно особенно моду өтө соңында өлкеде чаган келип карасам моим болуп кетти, ностальгия болуп кетти. Весной запада орысша. Короче, негізінде келек аңада кейкісі. Азыр мен деген жашоом бардыгын нөлдөн баштагам. Жашоомду дагы, тагдырымды да баардыгын нөлдөн баштадым. Анткени мен машинам жок, элик жок, баардыгын саттык. Анткени бардык нерсени үйгө кетип атам. Буюрса, самый главный үйүм үчүн машина таап алып, баардыгын нөлдөн баштайбыз. Место ностальгия. Но квартира, ол эшикте именно особенно моду өтө соңында өлкеде чаган келип карасам моим болуп кетти, ностальгия болуп кетти. Достар, ассаламу алейкум, башларыңызга кайырлы кеш. Биз Казакстанда бир күчтүү киноны көргөнгө келдик. Жаңадан чыккан, предпоказ, закрытый показ болот. Кандай кино, не кино барлыгын көрсөтөм. Биздин Казакстанда бірінші және екінші рет түсіріп отқан кино негізінде таза Джеки Чанның стилінде бұйыртса біраздан кейін үзінділер көрсетіп болып қарап отырыңыздар. Вот, осы киноға келдік. Сүйінші Қырғызстанда бірінші жолы. Достар, қараңдаршы, мына жігіт қандай керемет ойнап отыр фортепиано. Бұл ойнап отқан менің бауырым Дінмұхамед Али. Ал бұл мен қазір айтатын әнді тыңдау үшін тек қана сезім, махаббат болса жеткілікті. Съемка менен бирок арасында ооруп туруш керек деген. Да. Ушуп калып сразу грипповать этип, у меня иммунитет низкий, гемоглобин низкий. Вот сразу тамагым ооруп, тамактан фык эткизди мени, суук. Жылуураак кийин келем. Азыр витаминдерди алып атам, уктайм, высплюсь. Эртең эчтеке болгондо күлүп жайнап барасың анан съемкага. Жылуу кийин келе жазгы сук жанынан өтөт деген ушеге жатам. Достар, қараңдаршы, мына жігіт қандай керемет ойнап отыр фортепиано. Бұл ойнап отқан менің бауырым Дінмұхамед Али. Ал бұл мен қазір айтатын әнді тыңдау үшін тек қана сезім, махаббат болса жеткілікті.
достор, мен бармын. Негізі маған көп киши жазып кетті. Сен де походу депрессияға не қылып жүресің, не жоқсың дегендерге. Жоқ, ешқандай депрессия емес. Сөздің ашығы толық айтып біле қойын. Ескичилик, кыргызчылык дегендерге такыр ишенбейт болсом, что-то ишенип баштаган сыяктымын. Анан буюрса азыр баары жакшы болуп келе атабыз. Анан сбор боюнча негизи мага көп жазып кетти. Блогерлер көтсүңөр деп. Неге десем, ушундай кызлардын пайдалана тийбейт дейт. Достор, негизи пайдабыз деле тийгиздик, көрсөтүп деле, көргөзбөй деле, колубуздан келишинче. Ушинтип ооруп калганыбыз бар, антип билип билбей эле жазгандар туура эмес. Жакшы болуп кетсин, эч ким оорубасын. Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн или кеш. Бүгінгі күндеріңізге, кештеріңізге сәттілік, удачи, ауыздарыңызды жақсы ашып алыңыздар. Ал мен жұмыстармен, шаруалармен жүрмін. Көптеген адамдар уайымдап, мен іздеп кеткен екен, депрессия болып кетті ме деп. Жоқ, ешқандай депрессия емес. Барлығы жақсы, барлығы өте керемет. Осындай погодада қандай жаман болсын настроение деген. Дәл қазір мынау неден мешіттен шықтым. Сонымен ары қарай жұмысқа кірсем, осы уақытқа дейін де бір жұмыстармен жүрдім. Қолымда блокнотым. Дәл қазір дальше больше өзімнің жұмыстарыма кірсем.